Сәлеметсіңдер ме? Біздің каналдың оқырмандары. Бүгінгі біздің сайттың дизайнын қалай әзірлеу керек екені туралы айтамыз. Біріншіден, мен өзім қолданатын нелерімді айтып кетейін. Мен Figma'дан дизайн істеп, сосын осы Android Studio'ға барып өзім дайындаймын, әзірлеймін. Figma'да осындай дизайн шықты бізде. Мынау main меню болады. Мынау регистрационный бет. Мынау профильный бет. Осы беттерді алып, біз осы Android Studio'ға трансфер жасаймыз. Оны қалай жасау керек? Біз аламыз да, мысалға мынау баттон болса, осыны белгілеп, экспорт дегенді неяқтан басамыз. Сосын осы жаққа қай жаққа скачать дегеніміз көрсетеміз. Сосын мына жаққа өзіміздің проектімізге әкеліп, бір папкаға саламыз. Ол әдетте drawable болады, өйткені ол жақта иконкалар сақталады, түрлі суреттер, сондай XML, мысалға баттондардың кескіндері, мысалы векторный графика деген бар, сол тұрады. Drawable деген жалпы осы біздің приложениеміздегі иконкаларды көрсетіп тұратын ссылка десек болады. Солай сақталып тұрады. Осы жаққа сақтап, мысалға мынау өзім істеген бұл иконка, осыны ссылка арқылы мына басты бетке қойдым. Сосын осыны қойып болған соң кодтарды жалғаймыз. Яқта go to XML десек, бізде жалпы элементтердің кодтар шығады. Көп код болды, 350 код. Проекттің жалпы дизайны қарапайым десек те болады. Мына жақта паспорт, email және сол қолданушының аты болады. Қолданушының аты жаңадан енгізу болып саналады. Мына жақта да Gmail почта деген болады. Сол арқылы, мысалы, біздің пайдаланушы кіре алады өзінің профиліне. Виртуалкада запустить еттік. Мынандай шығады. Жалпы барлық баттон бұяқта істелінеді, жазылады, басылады. Және осылай, міне, біздің Google иконка осы жақта тұр. Біз иконкаларды новыйдан енгізу керек. Мына жақ ссылкалар қойып. Оны әрі қарастырамыз. Бұл дизайн құрған кезде неге аударамыз деген сұрақ туындайды. Мысалға, біз бір фрейм создать етеміз. Осындай. Фрейм деген ол бет болады, экранның беті. Сосын мына жақтан әкеліп, бізде ассеты болады. Бұл ассеттерде өздерінің кнопкалары уже дайын, бізге кнопкалар дайын тұрады. Осыларды алып қойсақ болады. Бұлай. Қазір болмайды деп жатыр, себебі бізге экран керек, бастапқы фрейм керек. Сосын ары қарай құрастыра бересіздер. Егер де сізге мысалға бір дизайн құрдыңыз, оның батырмаларын қойдыңыз, сізге қиын болып тұрған нәрсе, ол мысалға баттон деп көрмей қалуы мүмкін, Android Studio'ның өзі. Ол кезде біз convert view дейміз де, осы жақта баттон деген таңдаймыз. Сосын apply десек, ол автоматически біздің баттонды көрмей тұрғанды баттонға айналдырып береді. Мысалға мынаны edit текстке де аударсақ болады.
м, мынаны көрсек image view болып тұр. Бізге аударудың қажеті жоқ. мына жақта сәл біртүрлі көрсетіп тұрады. Бірақ өзгерту енгізгілеріңіз келсе, негізінен код арқылы енгізген дұрыс. Мына жақтарды баспай. Өйткені ол үлкен ресурс жейді да ұзақ уақыт алатын болады. Кодпен жазып, кейін осы жерден көргеніңіз әлде қайрақ тиімдірек болады. Және осымен біздің дизайн осылай болады. Бұл дизайнды осы проектке жалғау үшін біз әрбір файлды негізінен дизайн істеу барысында жаңадан проект создать етіп, сода істеген дұрыс деп өзім ойлаймын. Өйткені басқа да ресурстар кедергі жасап ұзақ уақыт алуы мүмкін. Мен өзім басқа жерде істегенмен тез болады деп ойлаймын. Ол жақтан бізге фрейм деген осының барлық сурет, иконка барлығын сол екінші проектке алып, осы біздің основной проектке алып көшіру керек. Сонда ештеңе барлығы дұрыс болып шығады. Сіздермен болған ИП-22 шестік студенті Құрманәлиев Заңғар. Сау болыңыздар.